ғылым қызметкерлер күнімен және Сатпаев оқулары кезекті халықаралық ғылыми конференцияның ашылуымен құттықтаймын. Қазақ ғылым академиясын құрған Қаныш Имантайұлы Сатпаев атындағы осындай айтулы оқулар осымен 22 жыл өткізілуде. Сатпаевские чтения станут отправной точкой для генерации новых идей и разработок. Сіздің назарыңызда смарт шаруашылық жобасының макеті. Күн сәулесін тиімді алу үшін күн панелін 45 градуста орнату керек. Ну, к вашему представлению, робот-психолог Фанибот, так скажем, упрощенная версия настоящего психолога. Суть аппарата в том, что он доставляется основной ракетой до кометы, условно. Сам производит стыковку ножками вот этими. Далее производится забор грунтов. Какие планы дальше? Развиваться, делать новые проекты, макеты, достигать науку. Наш проект – это Астана. Идея этого проекта – это оптимизация и улучшение системы обслуживания общепитов. Павлодарская область с точки зрения научно-исследовательских работ, да, она это просто клондайк. Прогноз рынка труда на 7 лет от бизнеса мы должны получить по отраслям, разместить его во всех наших организациях образования, ТИПО и вузах. Идти от рынка труда, а не идти от популярности. Торайғыров университеті өзіміздің Павлодарлық педагогикалық университетті енді ең басты екі альма-матер, республика деңгейінде, әлем деңгейінде танымал, соны үлкен білім ордасы деп айтуға болады.